Әңгіме ауанын әлеуметтік салаға бұрайық. Баспана қолжетімді болу үшін ипотекалық мөлшерлеме төмендетілуі тиіс. Екінші деңгейлі банктердің пайыздық үстемақысын кез келгеннің қалтасы көтере бермейді. Бұл мәселе енді мемлекеттік субсидия арқылы шешіледі. Үкімет Нұрлы жер деген арнайы бағдарлама әзірледі. Жаңа құжат бойынша ипотекалық несиенің ай сайынғы орташа төлемі Астана мен Алматы тұрғындар үшін 158 мың теңге, ал өзге өңірлер үшін 116 мың теңге болады. Сонымен жаңа бағдарлама бойынша баспаналы болудың механизмдері қандай? Үкімет отырысынан оралған әріптесім Индира Жылғайдарованың репортажы. Бүгінде елімізде тұрғын үй сатып алудың бірнеше жолы бар. Халық қолжетімділігінен үміттенген Нұрлы жер бағдарламасының тұжырымдамасы бүгін үкімет үйінің қарауына ұсынылды. Егер ол жүзеге асып жатса, 1,5 миллион отбасы тұрғын үймен қамтылмақ. Осыдан 3 ай бұрын ұлттық экономика министрі Қуандық Бишімбаев ипотека үстемесі 2 есеге азайтылады дегені есімізде. Мәселе Нұрлы жер бағдарламасы арқылы шешім тапқан сыңайлы. Тұжырымдама тұрғын үй құрылысындағы бар ресурсты шоғырландырып отыр. Қуандық Бишімбаев 5 басым бағыттатады. Бірінші, ипотекалық қарыздары субсидиялау арқылы ипотекалық кредит беруді қолдау. Екінші, құрылыс компаниялары үшін қарыздарды жабу жолымен жеке құрылыс салушыларды ынталандыру. Үшінші, тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің салымшылары және әкімдіктерге кезекте тұрған азаматтар үшін револьверлік қағидат бойынша кредиттік тұрғын үй құрылысына көлемін ұлғайту. Бұдан бөлек әлеуметтік әлжуаз топқа сатып алу құқығынсыз жалға берілетін тұрғын үйдің өңірлік қоры құрылуы тиіс. Сондай-ақ жер учаскелерін беру арқылы жеке тұрғын үй құрылысын дамытуда жоспарда. Ипотекалық нарық жанданатын түрі бар. Банктың ставкасы 7 жыл бойы жылына 17%-дан аспайтын мөлшерде субсидияланады. Қарыз алушының ипотекасын 10%-ға төмендету үшін мемлекет сыйақы құнының 7%-ын өзі өтейді. Субсидияның тиімділігі үшін Астана мен Алматыда 20 миллион теңге, өңірлерде 15 миллион теңге несие берілмек 15 жылға. Ал сатып алу құқығынсыз жалға берілетін тұрғын үйдің өңірлік қорын құруға жыл сайын 25 миллиард теңге бөлу жоспарланған. Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылым жүргізуге 80 миллиард теңге бөлу ұсынылды. Оның 50 миллиард теңгесі инфрақұрылымға, 30 миллиарды жеке тұрғын үй құрылысына жұмсалмақ. Бағдарлама аясында жеке тұрғын үй құрылысы қарқын алмақ. Ол үшін пилоттық тәсіл ұсынылды. Міндеті бірыңғай құрылыс салушы арқылы бір сәулеттік стильде үй салу, үй комбинаттарының технологияларын, отандық өнімді пайдалану арқылы бағаны арзан ету. 1 шаршы метрдің құрылысы өңірлерде 100 мың теңгеден аспауы тиіс. Жыл сайын 40 мың жеке үй салуға болады, деді Бишімбаев. Тұжырымдамаға қатысты бірталай пікір айтылды. Бұған дейін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы қаражат есебінен банктерді қорландыру тетіктері қарастырылған еді. Бірақ бұл тетіктер ұлттық банктың ескертулерінен кейін алынып тасталды. Қазір банктер жайда ипотека беруге мүдделі емес. Проблема с этим заключается в том, что мемлекет субсидиясы 7 жылда аяқталады, ал ипотеканы өтеу мерзімі 15 жыл. Банк субсидия тоқтаған соң барлық пайыздық үстемақыны қайта қосады. Дегенмен келер жылғы бюджетте екінші деңгейлі банктердің 125 миллиард теңге ипотекасын субсидиялайтын 10 миллиард теңге қаражат қарастырылыпты. Тұрғын үй құрылысын көбейтудің басқа да тәсілі бар. Бұдан басқа 2017 жылдан бастап Қазақстандық ипотекалық компаниясы жалға берілетін тұрғын үйден түсетін төлемдерді екінші деңгейдегі банктер ипотекалық қоржыны бойынша талап ету құқықтарын сатып алуға жыл сайын бағыттамақ. Нәтижесінде 15 жыл ішінде 112 миллиард теңге үй құрылысы мен ипотекалық қарыздарды сатып алу жоспарланған. Премьер-министр Бақытжан Сағынтаев бірінші орынбасары Асқар Мәминге тұжырымдаманы қайта қарап, жыл соңына дейін тапсырылуын қадағалауды жүктеді. Индира Жылқайдарова, Азамат Саметов, қорытынды жаңалықтар.